Армысыздар, құрметті тыңдарман. Қызық әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Бұл әңгіме 18 жастан асқан ересектерге арналады. Күнсұлу ауылдағы ең сұлу қыздардың бірі еді. Ұзын бойлы, қара торы қыз, бір үйдің жалғыз үлкен қызы. Артынан ерген екі інісі бар. Үйдің әрі үлкені, әрі өте сүйкімді, бір өзі болса да, мінезде биязы қызға әр жігіт ауылдағы ғашық еді. Бірақ Күнсұлудың жүрегі тек бір жігітке тоқталды. Өзінің көшесінің аяғында тұратын қойшының ұлы Қамбарды шын жүрекпен сүйді. Ол жігітке жоқ дей алмады. Қамбар ақсары бойшаң келген реңді жігіт болатын. Екі ғашық бірін-бірі ұнатып, достасты, бірге жүре бастады. Қыз ол кезде мектептің 9 класында оқитын. Мектеп бітіргенше достасқан екеу ауыл клубындағы барлық үнді киноларынан қалмайтын. Ол 90-шы жылдардың кезі еді. Ауылда телевизор деген бар, бірақ тек кеңес үкіметінің киноларын беретін. Ол тағы да қазіргідей емес, тек ақ пен қара болып көрсететін ескі телевизор еді. Ал клубта ортасы тесік ақ мата болса да, көретін киноны әдемі етіп, қызылды жасылды қылып көрсететін. Дәл сол кезде Тансор диско, биле-биле, кекті көксеу деген кинолар хит болып тұрған. Осы киноларды көріп өскен бойжеткендер мен бозбалалар өз сүйгендерін тезірек тауып, олармен көңіл қосуға асығатын еді. Күнсұлу мен Қамбар қыз мектепте 11 оқығанша кездесіп жүрді. Қамбар қыздан 5 жас үлкендігі бар еді. Армияға барып келген жігіт. 11 бітіріп оқуға түсе алмаған қызды Қамбар бір күні алып қашып үйіне келін етіп түсірді. Күнсұлудың ата-анасы момын бір тоға жандар болған соң, олар бұған еш қарсылық көрсетпей, қызына бақыт тілеп, сол үйде келін қылып қалдырды. Екі жас бақытты еді. Бірақ осы жерде жалғыз қызы болса да, бір қалыпқа үйренген тәртіпті, ұқыпты қыз қойшының үйіне Қамбардың семьясына сіңісіп кетуі өте қиын болды. Ата-анасы өмір бойы қой баққан көп балалы отбасында еш тәртіп, қалып, дағды жоқ еді. Үй дегенің өмірі уақытылы жиналмайды. Жатқан төсектері де кірі ашып жуылмаған, үй ішінен бір түрлі қолаңса иіс шығып тұратын еді. Қайын-іні, қайын сіңлілері бір-біріне қалай болса солай сөйлей салады. Ешқандай тәртіп дағды қалыптаспаған. Әке-шешелері үнемі қойда жүрген соң, балалары мектеп оқуға ауылда өздерімен өздері тұрған. Содан осындай болып қалыптасқан еді. Бұл жағдай Күнсұлуды шошытты. Әрі жігіт болып қалған өзімен қатар қайнысы да Күнсұлуға ғашық екен. Ол жеңгесін көзімен ішіп жеп қарап қалады. Мынау менің ағамның әйелі деп қарамайды. Сол қайнысы ақыры үйде алаңсыз, үй тірлігімен айналысып жүрген Күнсұлуға бас салып, бір күні тиісе бастағанда, күйеуі Қамбар дәл сол уақытта келіп қалмасы бар ма? Содан айқай-шу басталады. Қамбардың Күнсұлуға қолы тиеді. Інісін де оңдырмайды. Абырой болғанда қайнысы тиісіп үлгермеген еді. Тек қатты құшақтап, құшағынан жібермей бет аузынан сүйіп, өліп өшіп жатқан. Жазықсыз қорланып, таяқ жеген Күнсұлу көне алмай соңында өзінің тұратын үйінен қашып шығып, өз үйіне кетіп қалды. Сол кеткеннен мол кетті. Жүрегі шайлығып қалған қыз бұл үйге енді аттап баспайтынын әке-шешесіне айтты. Күнсұлудың бағы бірінші некеден осылай жанбай үйіне қайтып келді. Ашып еш нәрсе айтпаған соң, ата-анасы амалсыз көнді. Сол жылы ол қалаға педучилищеге құжат тапсырып жүріп, падкурс оқыды. Келесі жылға оқуға түсуге дайындалды. Енді өз үйінде жатып алып, кітапты кемірді. Бірақ дәл осы ауылда тұратын, Күнсұлуды жақсы көретін тағы бір Мейрамбек деген әп-әдемі тағы бір жігіт бар еді. Енді сол жігіт Күнсұлуды күндіз-түні аңдып, артына шамалып түсті. Ол қыз кезінен Күнсұлуды шын сүйетін, жауапсыз махаббат еді. Күнсұлу ажырасып кеткен соң, осы Мейрамбек оған келе берді. Күнсұлу да жап-жас әп-әдемі жігітке ойы кетіп,
ол келісім беріп, екеуі ақыры достасып тынды. Мейрамбек бірақ кәрі ата-анасы бұған қарсы болды. Ағайындары да қолдамады. Мейрамбек соңына дейін барып, Күнсұлудан сол күйі ажырамай, ақыры оған үйленіп тынды. Екеуі кездесіп, қыз бен жігіт құсап жүрді, одан арыға бармады. Екеуі үйленген күні ертесіне төсекте алғаш рет табысты, бірақ табысу сәтті болған жоқ. Себебі Мейрамбек сырт келбеті сұлу болғанмен, негізі түнгі төсек мәселесінде тәжірибесіз әрі әлсіз еді. Алғаш неке түнінде бастамай жатып тез біткен екінші күйеуінен секем алған Күнсұлу алғашында шаршағандық шығар деп оған көп мән бермеді. Өкінішке орай бұл шындығында үлкен мәселе болды. Алғашқы некедегі күйеуі қамбармен өткен тәтті түндер, тегеурінді қуатты еркек құшағы, жар төсегіндегі ең бақытты кезеңі екенін осы екінші некеде бірақ білген Күнсұлу бармағын сол кезде бірақ тістеді. Күн өткен сайын әйел болып құлпырған сұлу келіншек Мейрамбектің әлсіз түнгі көрпе қозғалтқаннан мезі болды. Ақ ұрып, төсекте түнімен дөңбекшитінді шығарды. Неге екені белгісіз, бірінші некеде бала көтермеген Күнсұлу осы екінші әлсіз қатынастан ақ құрсақ көтеріп, ұлын босанды. Күйеуі екеуі төсек үшін жиі ұрсып қалатын. 2 жылдай өткенде күйеуі Мейрамбек саудамен айналысам деп қалаға жиі шығып жүретін болды. Ауылда көшенің шетінде Күнсұлу үйде жас баламен отырады. Кәрі атасы ғана бар, ол аурушаң, құлағы да естімейді, өз бөлмесінде жатады да қояды. Енесі 6 ай бұрын қайтыс болған. Кәрі атасы мен жас баласына қарап Күнсұлу күні бойы үйде. Сол кезде Күнсұлудың үйінің қасындағы көршісінің сүр бойдақ баласы бар еді. Ол өзінің қайнысы, өзінен 1 жас кіші, мектепте оқыған жігіт, қайнысы Санат еді. Оның да Күнсұлуда ойы бар болатын, бірақ жеңгесі болғаннан кейін қоя қойған. Сол дәл осы кезде армиядан жаңадан келіп, ауылда желпініп жүрген еді. Үйдің жанында тұратын жас жеңгесіне көзі түсті. Күйеуі Мейрамбек жоқта отынын жарып, көмірін тасып беріп көмектескенсіп жүріп, жеңгенің бір саны қайнысыныкі деп ойнап, басында сөзбен тиісті. Кейін Күнсұлу күліп қарсылық білдірмеген соң, оны құшақтап, қол жүгірте бастады. Оған да қарсылық болмаған соң, бір күні Мейрамбектің қалада екенін біліп алған ол, түнде ағасы мен жеңгесінің бөлмесінің терезесін жай ғана тықылдатты. Ояу жатқан Күнсұлу атып тұрды. Терезеге келіп, сыртында тұрған қайнысын сұлбасынан таныды. Еппен басып, сыртқа шықты. Сыртта тігулі тұрған киіз үйге екеуі кірді. Күндіз шәй ішетін көрпелерді жазып жіберіп, үстіне ұмар-жұмар құлады. Ширығып, қуатты құшақты аңсаған келіншек өзі-ақ қайнысын лезде шешіндіріп алды. Бойдақ қуаты тасыған жігітте қарап қалмады. Жеңгесін сүйіп, аймалап өліп барады. Дауысын шығармас үшін тырысқан әйел атасының тізесіне қоятын томпақ кішкене бөстек